Аса қамқор ерекше, мейірімді Аллахтың атымен бастаймын. Барша әлемнің жаратушысы Алла тағала мақтаулар болсын. Барша пайғамбарлардың ұлысы, бүкіл әлемнің мейірімі, әз пайғамбарымыз Мұхаммедке, оның жанұясына және сахабаларына Алланың сәлемі мен салауаты болсын. Бүгінгі біздің тақырыбымыздың негізі имам Ағзам Абу Ханифа ан-Нуман болады. Оның толық аты Нуман ибн Сабит ан-Нуман. Шыққан тегі бойынша бір деректерде парс тегінен десе, ал басқа деректерде оны вавилондық деп келтіреді. Қайткенмен де ол Куфа қаласында хижра жыл санауы бойынша 80-ші жылы дүниеге келген, ал басқа деректерде одан алдын дүниеге келген деп келтіреді. Сол заманда оған қатысты адамдар түрліше қарама-қайшы пікірлер болды. Адамдардың ғалымдарға түрліше қарама-қайшы пікірлері олардың ұлылығы мен білімінің күштілігін дәлелдейді. Бұрынғылардың айтқанындай, адамның ақылдылығы оның ойы мен халықтың келісуімен, немесе оның ойына қарсы шығуымен белгіленеді. Али ибн Абу Талиб, Алла тағала оның жүзін жарық қылып, оған разы болсын, халифа болған заманда да оны жақсы көретін және оны өте қатты жек көретін екі топқа бөлінді. Сол сияқты имам Абу Ханифа да, Алла оған разы болсын, жақсы көріп, көтермелегендерде және оны жек көріп, оған лайықсыз жалған жалаларды жапқандарда болды. Осы ұлы мазхабтың ерекшеліктерін білуден бұрын осы мазхабты салушы тұлғаны зерттеп қарайық. Себебі сол арқылы оның қалай ойланып, сол ойға қалай жеткенін біле аламыз. Имам Абу Ханифа саудагер, бай жанұяда дүниеге келді. Оның жанұясының байлығына оның атасымен болған мына уақиға дәлел бола алады. Али ибн Абу Талиб, Алла оған разы болсын, Куфаға келген кезде Абу Ханифаның атасы халифаға фалузаш деп аталатын бір тәтті тағамды сыйға тартады. Ол заманда ондай тағамды тек байлар ғана жей алатын. Оның ел билігінің басында тұрған халифаға сый тартуы, ал халифаның одан сыйды қабыл алуы олардың бай екенін, ел басшысына, халифаның алдына келе алатындай дәрежеде болғандығын көрсетеді. Али ибн Абу Талиб, Алла тағала оның жүзін жарық қылсын, Абу Ханифаның атасымен де, әкесімен де кездескен. Оның ұрпағын берекелі болуын Али ибн Абу Талибтің, Алла тағала оның жүзін жарық қылып оған разы болсын, тілегінің арқасы деп ойлаймын. Абу Ханифа бай жанұяда дүниеге келіп, өзде жібек маталарын сататын саудагер болды. Куфа базарында оның дүкендері болған. Сол дүкендері оған үлкен табыс әкеліп, ешкімге күні қарамайтындай мол байлыққа иеленген еді. Сондықтан да ол емін-еркін білім ала алды. Басқа білім ізденушілер не ғалымдар сияқты жұмыс істеп ақша табуға қажетсінбеді. Жұмыс болса, ойды бөліп, кішкене болсын зиян тигізер еді. Ал имам Абу Ханифа болса, Алла тағала оны рахметсін, ақшаға да жұмыс істеуге де мұқтаж емес болып, сондықтан басынан бастап еркін ойлау қабілетіне ие болды. Осы жерде имам Абу Ханифа саудада да өзінің бойындағы қасиеті бойынша да әс-сахаба Абу Бәкір Сыддиққа, Алла оған разы болсын, келетін еді. Тіпті айналысатын сауда түрі де Абу Бәкір Сыддиқтың, Алла оған разы болсын, сауда түріне ұқсас еді. Бір күні одан көшеде жолыққан кісі қайда бара жатырсың деп, яғни қандай сабаққа деген мағынада сұрағанда ол базарға деп жауап берді. Оның осылай қайтарған жауабында да бір даналық бар еді. Себебі неге анау сабаққа бармайсың, неге мынау сабаққа бармайсың деген сұрақтар көбейіп кетер еді. Сол уақыттарда, яғни Абу Ханифа өмір сүрген Уәмәуиттер дәуірінде өте атақты дөңгелене отырып алып өткізілетін алқалы сабақтар, бүгінгі тілмен айтқанда университеттер, не болмаса мектептер болатын. Мысалы, ақида мектебі, Құран кәрім мектебі, хадис шариф мектебі, араб тілі мектебі және фикх мектептері болатын. Абу Ханифа Құран кәрім сабақтарына барып жүріп, оны жақсы меңгеріп алды. Күндердің күнінде Құран кәрім сабағында отырған кезде бір әйел келді де фикх мәселесіне қатысты сұрағын былай қояды. Егер бір кісі құл әйелге үйленіп, онымен ажырасқысы келсе, талақ үкімі мен иддат уақыты, иддат әйел адамның ажырасқаннан кейінгі тұрмысқа шықпай күте тұратын уақыты қандай болады? Қысқаша айтқанда, құл әйелдің талағы мен иддат уақытында қатысты сұрақ қояды. Абу Ханифа оған: сіз анау жердегі фикх сабағын өткізіп жатқан топқа барыңыз, сол жақтан сұраңыз, кейіннен маған жауабын айтыңызшы дейді. Сонда ол әйел барып, олардан сұрағына жауап алғаннан кейін қайта оралды. Сонда Абу Ханифа: сіздің сұрағыңызға фикх мәселесінің ұстазы қалай жауап бер деп сұрағанда әйел: олар маған ажырасулары түгел толық болу үшін еркек онымен қосылмаған болып және де оның хайызы келмеген болу керек. Егер де олар қосылған болса, онда құл әйел 2 рет хайыз келуін күтеді. Одан кейін ғұсыл алып өзге адамға тұрмысқа шыға алады деген үкім айтты деді.
Яғни құл әйел ажырасқаннан кейін 2 рет етек кірдің келуін күтіп, содан кейін шомылып, тазарып, содан кейін тұрмысқа шыға алады. Әбу Ханифа осы кезде оған фих ілімін оқу, Құран кәрім ілімін оқудан да жақсы екенін түсінді. Бір риуаятта Әбу Ханифаның фих ілімін таңдауына арналған себеп ретінде осы уақиғаны айтқан байқасақ, басқа риуаятта ол: мен барлық ілімді, барлық пәндерді жеке-жеке сараптап шықтым. Қайсысы менің өмірім үшін маңыздырақ екенін таңдай бастадым. Құран кәрім ілімін зерттеуді алайын десем, оның пайдасының аз екенін байқадым. Себебі бұл ілімнің шыңына жетіп, кемелденсем де, өз ойымды ашық, айта алмайтындай дәрежеде болатындығыма көзім жетті. Сонан соң араб тілін зерттеуді ойладым. Әйтсе де бұл ілімді жас балаларға оқытамын. Олар менен білімді үйреніп, ұлғайғаннан кейін мені керек те етпей, өз беттерімен жүре береді. Өйткені адамдар араб тілін жақсы меңгергенше, мені керек етіп, одан кейін қажетсіз боламын. Одан кейін мен Құран кәрімді жаттап, өзгелерге жаттауды ойладым. Мен бүкіл өмір бойы Құранды жаттатумен өтіп, қартайған кезімде менен Құранды жаттап келген жас бала мені ұмытшақ, алжыған, естен айырылған деп сын тағуын ести бастайтынымды түсіндім. Хадис ілімі де соған ұқсас. Мен хадис ілімін толық жаттап келгеніммен жас келе қартайып, есте сақтау қабілетім төмендейді. Сол уақытта мені өтірікші, алдауықшы санап, сонша үлкен еңбегімді зая кетіреді. Содан кейін мен фих іліміне мән бердім де, бұл ілімнің маған бұл дүниеде де, ахиретте де пайдалы екеніне көз жеткіздім. Себебі фих ілімінсіз жасаған құлшылық ғибадаттарымыз да дұрыс болмайды. Ұстаған оразамыз да, берген зекетіміз де, өзара қарым-қатынасымыз да, жалпы дініміз де дұрыс болмайтындығына көзім жетті де, фих ілімін ілімдердің атасы деп тауып, осы ілімді үйренуді бастадым деді. Осылайша ұлы имамымыз фих іліміне баруды бастады. Сол заманда Куфа қаласында фих ілімі бойынша Хаммад деген атақты ұстаз болатын. Ол өз кезеңінде Ибрахим Нахай деген ұстаздан білім алды. Ал ол болса Алқама мен Асуаттан, ал ол өз кезегінде Ибн Масудтан білім алды. Бұл жерде ол алып жатқан фих ілімінің бастамасында ұлы сахабалардың бірі Абдулла ибн Масуд, Аллах одан разы болсын, тұрғанын байқаймыз. Баршамызда Абдулла ибн Масуд, Аллах одан разы болсын, сахабаны білеміз. Бұл сахабамен байланысатын себебі ол Куфаға барып, сол жерде тұрған еді. Сондықтан да Әбу Ханифа, Алла оған рахым етсін, айтатын: мен Абдулла ибн Масуд ілімін оның шәкірттері арқылы алдым. Али ибн Абу Талибтің де ілімін оның шәкірттері арқылы алдым. Абдулла ибн Омардың ілімін оның шәкірттері арқылы алдым дейтін. Себебі Али ибн Абу Талиб Куфаға келіп, көптеген табиин шәкірттерді қалдырған болатын. Сонымен қатар Әбу Ханифаның өзі де Мекке мен Мединаға барып білім алған болатын. Ол жайлы алда айта кетерміз. Меккеде жүрген кезінде ата сахабаның ілімінде ұлы табиин ғылымдарының үйренді. Ол жайлы әлі алда сәтті түссе иншалла айтармыз. Әбу Ханифа өзінің ұстазы Хаммадтан білім алуды бастаған шағында оның жасы шамамен 20-22 жасар болды. Сол күй ол өзінің ұстазының қасында 18 жыл білім алды. Сол уақыт бойы ешкімге сабақ беруге де, ешкімге ешқандай пәтуа беруге кіріспеді. Тек әуелден өзінің ұстазы Хаммад білімін 18 жыл бойы толықтай өз бойына сіңірумен болды. Ұстазы тірі, көз алдында кезінде отырып, пәтуа беруге де батына алмады. Себебі ол Құдайға шүкір ұстазым бар деумен шектелетін. Осылайша ұстазы 18 жыл бойы білім берумен болды. Ұстазынан білім алуға барған бірінші күннен бастап өзінің ақылдылығы байқалды. Тіпті барлық мәселелер мен пәтуаларды жаттап алатын. Өзінің ақылдылығын, терең ойшылдығы мен даналығын көрсететін сұрақтар да қоя алатын. Тіпті ұстазы: маған ең жақын болып Әбу Ханифа отырсын дейтін. Осылайша бірінші күннен ақ ұстазының көзіне түсіп, ұстазы оны алдыңғы қатарға отырғызып қоятын. Әбу Ханифа да осылайша ұстазының сабағына 18 жыл қатысты. Сонымен қатар ол хадис өткізіліп жатқан жерден де хадистерді үйренетін. Араб тілі сабағынан да, басқа өзге сабақтарға да көңіл бөліп, барлығында үйренетін. Ол сонымен қатар табииндермен де бас қосып отырып, олардың өзара өтіп жатқан білім тартысына қатысатын. Сол арқылы осы салада өте жоғары дәрежеде шебер болды. Оның Алла оған разы болсын даналығы мен ұшқыр ойына нұсқайтын мысалдарды да келтірейік. Күндердің бір күні мешітте отырған кезінде бір топ хариджиттер оған сұрақ қоюға келді. Себебі олар фих ілімінің маманы екенін, фих іліміне қатысты барлық сабақтарға қатысатынын білген болатын.
оған олар айыбын айтып келген болатын. Себебі ол үлкен күнә жасаған адамдардың да жаназасын шығаратын. Ал хариджиттер болса үлкен күнә жасағандардың барлығын діннен шығарып, мұсылман емес деп, ол мәңгі дозақтық, оған жаназа оқылмайды деген сияқты олардың ортодоксалды түрде дінді ұстанатындығы барлығына да белгілі еді. Жаңағы бір топ хариджидіктер мешітке кіріп келіп, сен Әбу Ханифасың ба деп сұрады. Ол я деп жауап берді. Олар сонда Әбу Ханифаға мешіт алдында екі кісіге жаназа оқылуға әкелінді. Олардың бірі арақ шарап ішкен, тіпті сол арақтың кесірінен ол дүниеге аттанған адам. Ал екіншісі болса зинақорлыққа барған әйел. Ол зинақорлық жасаумен қатар жүкті болып қалып, сәбиін дүниеге әкелерден бұрын халық арасындағы сөзге намыстанып, өзіне өзі қол жұмсады. Сол арқылы ол күнәлардың ең үлкен күнәсін жасады. Зинақорлық жасап қана қоймай, өзіне өзі қол да жұмсады деп келтіреді. Жаңағы бір топ адам Әбу Ханифаның кеттік, жаназаға тұрайық деген сөзін күтіп тұрды. Егер солай айтқан жағдайда оны өлтірмекші болды. Себебі Әбу Ханифаның ондай адамдарға жаназа оқылуы туралы пәтуасы жақсы себеп болар еді. Өйткені сол арқылы ол хариджиттердің ой пікірі мен сенімдеріне түгелдей қарсы пәтуа болып табылатын. Біз барлығымызда сол хариджиттердің Әли ибн Абу Талибпен өзге де ұлы сахабалармен не болғанын білеміз. Ал Әбу Ханифа болса өте ақылды, дана, осындай сөз талас кезінде жақсы дәлелді алып келе алатын сөз шебері еді. Оның ешқандай да бір билігі немесе күші де болмаған. Осы кезде Әбу Ханифа келгендердің қылыштары болғанына, олар өте күшті және сұсты түрлері болуына қарамастан, олардан қорыққан да жоқ, ешбір сескенген де жоқ. Ол оларды күшпен қарсыласа да алмас еді, тек өзінің білімі мен парасаттылығымен жеңе алатындай еді. Оларға Әбу Ханифа қарады да, олар яһудилер ма деп сұрады. Олар жоқ деп жауап берді. Содан кейін ол қайтадан, олар отқа табынушылар ма деп сұрады. Олар жоқ деп жауап берді. Сонда олар қай дінді ұстанады деп сұрады. Олар біраз ойланып қалды да, олар Алланың бірлігімен, одан басқа жаратушы жоқтығына, ал Мұхаммед болса оның елшілігіне куәлік беретін діннен деп жауап береді. Сол кезде ол осы берген куәліктері иманның 3-тен 1 бөлігіме, 4-тен 1 бөлігіме, жоқ әлде 5-тен 1 бөлігіме деп сұрады. Сонда олар бұл куәлік иманның барлық толық түрі деп жауап берді. Себебі иман деген ол бөлінбейді. Оның 3-тен 1 бөлігіне, 4-тен 1 бөлігіне беген болмайды. Сонда ол ондай болса, олар момын мұсылман деген сипаттары бар екен. Сонда менен несіне сұрап әуре болып тұрсыңдар дейді. Сол кезде олар оған ешқандай да жауап қайтара алмай қалды да, осы сұрақты қойшы, саған одан да басқа бір сұрақ қояйық деді. Себебі олар түрлі сұрақтарды қою арқылы сөзден ұстап алып, өлтіруге себеп іздеген еді. Сол арқылы олар Алла тағалаға жақындағылар келетін. Себебі олар сондай адамдарды өлтіру арқылы Аллахқа жақындай аламыз деп ойлайтын. Сонда олар ол екеуі жаннаттық па, жоқ әлде дозақтық па деп сұрайды. Бұл сұрақта өте қауіпті сұрақтың бірі. Әбу Ханифа, Алла оны рахым қылсын, ойланды да оларға, мен олар жайлы Ибрахимнің, Аллахтың оған сәлем болсын, қауымына айтқаны болады дер едім. Себебі Ибрахим пайғамбардың, Аллахтың оған сәлем болсын, қауымы сол екеуіне қарағанда күнәлары көптеу, қылмысы да молдау болған. Мен ол екеуінің жағдайы Исаның, Аллахтың оған сәлем болсын, қауымымен болатыны болады деп айтар едім. Себебі олар осы екеуіне қарағанда күнәлары мен қылмыстары көптеу болған деді. Құран кәрімде осыған қатысты аят бар. Онда Ибрахим Аллахтың оған сәлем болсын айтқан: маған зиян шектіргендермен, о Раббым, сен кешірімшіл, рахымдысың деген аят бар. Сол сияқты Иса пайғамбарға Аллахтың оған сәлем болсын қатысты осы сияқты мағыналас сөздер келтірілген. Ибрахим пайғамбардың Аллахтың оған сәлем болсын айтқаны жайлы Маида сүресінің соңғы аятында айтылған: егерде сен оларды азаптасаң, ол сенің құлдарың, ал егер сен оларды кешірсең, сен ұлы да әділетсің деп келтірілген. Осылайша жақсы жауап беру арқылы олар сияқты адамдарды әрі қарай ерексетіндей дәрежеге жеткізбейтін еді. Тіпті оның шәкірттерінің бірі Мұхаммад ибн Хассан да былай деген: Әбу Ханифамен қияс бойынша өзара салыстырмалап отыр едік. Көп жағдайда осы қияс бойынша дискуссияда біздер оны жеңіп те отырар едік деді. Яғни Әбу Ханифа өзінің шәкірттерімен ғылыми тартыс кезінде демократиялық принципті ұстанатын еді. Шәкірті, біз осындай дискуссияда жеңіп отырғанымызбен, егерде ол шын мәнінде кірісіп, бізге жақсылап жауап қайтарса, онда біз сөз таба алмай қалатын едік дейді. Себебі фихтің түрлі бөлімдерінде өте көп мәселелер қарастырылады, ал ол терең ойлы, мол білімді, жан-жақты данагөй адам еді. Шәкірті Мұхаммад ибн Хасан да өте данагөй ақылды, Әбу Юсуф та сол сияқты данагөй болатын.
Әбу Ханифа өз қолынан, яғни өзінің тәрбиелеуімен 36 алдыңғы қатарлы шәкірттерді оқытып шығарған еді. Оның ішіндегі 28 шәкірті қазылық қызметке лайықты, ал 6-ы болса пәтуа бере алатын дәрежеге. Ал қалған екеуі, атап айтқанда Әбу Юсуф пен Зухар ибн Хузаил, муфтилер мен қазылар шығарған шешімін қадағалай алатындай, олар қателескен жағдайда оларды жөнге сала алатындай дәрежеге жеткен еді. Ол көзінің тірісінде ақ қай шәкіртінің қай жұмысқа лайықты екенін айтып та кеткен еді. Әбу Ханифа қайтыс болғаннан кейін оның айтып кеткені шынымен де дәл болып шықты. Әбу Юсуф қазылардың қазысы болды. Қазіргі тілмен айтқанда, ол әділет министрімен теңестірілді. Ол барлық қазыларды тағайындап, олардың жұмысын бақылап, әрі бағалап отырды. Хариджиттер мен Әбу Ханифа арасында болған осы уақиғадан кейін олар ауыздарын жауып алдарынан кетіп қалды. Ал Әбу Ханифа болса, Алла оны рахым қылсын, шариғаттан орынды дәлел әкеле отыра сол екі адамның жаназасын өтеп бере алды. Әбу Ханифа өзінің ұстазының қолында оқып жүріп үлкен сабырлылық танытты. Себебі білім алу үшін үлкен сабырлылық қажет. Сабырлық білім ізденушінің ең алғашқы сипаты болу керек. Сабырлығы жоқ адам білімді ала алмайды. Діни білім деген дүнияуи білімнен бірнеше есе қиын, әрі үлкен сабырлықты талап етеді. Мұса пайғамбарымыз, Аллахтың оған сәлем болсын, Алла тағаланың бұйрығымен білім үйрену үшін Қызырға, Аллахтың оған сәлем болсын, барып тұрып, мені сабыр етушілердің қатарынан иншаллах табасың деп айтады. Яғни өзінің алғашқы сипатын айтып отырады. Ислами білім аламын деген адамға бірінші орында сабырлық қажет. Әбу Ханифада 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл ғана сабырлық танытып қойған жоқ. Бір ғана Хаммад ұстазының 18 жыл бойы сабақ алып отырды. Фиқ ілімінде бір үкімді шығару үшін өте жоғарғы білім қажет. Сол шешімді таба алу үшін өте терең білім керек. Бұл оңай нәрсе емес. Қазіргі уақытта көріп жүргенімізде 2-3 жыл университет қабырғасында білім алып, өзін бір толықтай жетілдім деп пәтуа беруге де өзін лайықты деп өзін өзі санайды. Білімі толық болмай тұрып пәтуа беріп, Аллах сақтасын, дініне де, өзіне екі дүниесінде де үлкен зиянын тигізіп жатады. Себебі ол халал нәрсені харам, ал харамды халал қылып жіберіп алу мүмкін. Аллах тағалаға осындай білімсіздіктен сақтасын. Әбу Ханифа, Аллах оны рахым қылсын, өз ұстасы дүниеден өтпейінше 18 жыл бойы оның қол астында білім алып отырды. Ұстазы қайтыс болған кезде Әбу Ханифа 40 жаста еді. Яғни 40 жасында ол пәтуа беруге кірісе бастайды. Себебі ұстазы тірі кезінде Әбу Ханифаны өз орнына тағайындап, барлық ой пікірді сол айтуына, шешімдерді сол қабылдауға, фиқ ілімін келесі ұрпаққа үйретуге өсиет жасап кетеді. Мүмкін бұл жақсы бір мүмкіндіктердің бірі болған шығар. Оған тағдырдың осылайша жазғаны шығар. Кемелденген шағында пәтуа беруге кіріседі. 40 жас деген өзде адамның ақыл тоқтатып, ақылы толықтай кемелденіп, бір сабаға түскен кезі болып табылады. 40 жаста адам бойында күш қуаты кемел, ақылы толық шақ. Тіпті бұл жасты пайғамбарлардың пайғамбарлық түсетін жасы деп те айтады. Себебі көптеген пайғамбарларға олардың пайғамбарлығы шамамен осындай жастарында аян болатын. Себебі жоғарыда айтқанымыздай, ақыл еспен, бойдағы күш қуаттың бір-бірімен теңесіп, дәл орта шағы табылған көз болып, жеткілікті дәрежеде өмірлік тәжірибесі де жиналған кез болып табылады. Әбу Ханифа, Алла оны рахым қылсын, өте әдепті еді. Ұстазы қайтыс болғаннан кейін өзінің ұстазына құрмет ретінде оның көшесінің тұсынан өтпейтінде. Оның әдептілігі соншалық, егерде біреу оны ұрысып, балағаттаса, мысалы оны кейде көшедегі біреулер «Ей, құдайсыз, ей, ырымшыл» деп балағаттап жататын. Ол сондай кезде ойланып тұрып, Алла тағала барлығын білуші ғой. Алла тағала қателіктерімді кешірсін. Алла өзінің азаптарынан сақтасын, жәннатты нәсіп етсін деп, әсіресе Алла өзінің азаптарынан сақтасын деген сөзді айтып жатқанда жылап жіберіп, әрі қарай кете беретін. Оның әдептілігі соншалық, егерде біреу оны көшеде осылайша балағаттап тұрса да, ол ешқандай да сөз қайтармайтын. Өзінің осындай айыптауынан кейін бір адам «Мені сен Алла жолында кешіргін» дегенде ол «Мені жахил, яғни білімсіз адамның сөзін кешіремін, ал білімді ғалым адамның сөзін кешірмеймін, себебі ғалым адамның сөзі ұзаққа дейін қалады» деп жауап қайтаратын. Шынында да ғалым адамның сөзі көптеген адамдарға өз әсерін тигізіп жатады. Сондықтан да ғалым адам тіліне ие болып, әркімді орынсыз айыптай бермеуі, ар-намысына тие бермеуі керек. Әбу Ханифаның фиқ ілімін қалай таңдағанын айтып кеттік. Оның ұстазы ұлы шейх Хаммад, Аллах оны рахым қылсын, болғанын білдік. Ал Хаммад болса Ибрахим Нахайдан,
Ал ол өз кезегінде Алқама мен Асуаттан үйренген, олар болса Абдулла ибн Масудтан, Алла одан разы болсын, үйренген айтып кеттік. Ал Абдулла ибн Масуд болса пайғамбарымыздан, Аллахтың оған салауаты мен сәлем болсын, үйренгені белгілі. Әбу Ханифа Умауи дәуірінде өмір сүрген, жоғарыда атап кеткен едік. Негізінен ол екі дәуірде, Умауи дәуірі мен Аббаси дәуірлерінде, яғни осы екі дәуірдің ортасында өмір сүрді. Ол жалпы 70 жыл, яғни хижра жыл санауы бойынша 80 жылдан бастап 150 жылға дейін өмір сүрді. Умауи дәуірі хижра санауы бойынша 132 жылы бітті. Демек, ол 52 жыл Умауи дәуірінде өмір сүрді. Осы ұлы адамның екі дәуірде де өмір сүргенін атап кеткім келеді. Себебі сол арқылы оны дұрыс тани аламыз. Сондықтан да өте маңызды. Ол Ахлул Байтты, яғни пайғамбарымыздың, Аллахтың оған салауаты мен сәлем болсын, жанұясынан тараған ұрпақты өте қатты жақсы көретін. Әрбір мұсылман адам пайғамбарымызды, Аллахтың оған салауаты мен сәлем болсын, және Ахлул Байтты, яғни одан тараған ұрпақты жақсы көреді. Оларды жақсы көру мұсылманның міндеті болып табылады. Әрбір мұсылман намаз кезінде пайғамбарымыз бен оның ұрпақтарына Аллахумма салли алла Мұхаммад уа аллалли Мұхаммад деп салауат айтады. Намаз оқу әрбір мұсылманға парыз болып, ал салауат айту Шафи айтқандай намаз негіздерінің бірі. Әбу Ханифа, Алла оған разы болсын, Ахлул Байтты өте қатты жақсы көретін. Хасан және Хусейн, Алла олардан разы болсын, ұрпақтарынан тараған Ахлул Байт Куфа қаласында өте көп болатын. Әбу Ханифа Хусейннің баласы Зейнул Абиддинмен, Жараф ас-Саддықпен, Мұхаммад әл-Бәкримен де кездесетін. Бұлардың барлығы да Ахлул Байт, Аллах барлығынан наразы болсын, имамдары. Яхия, Абдуллах ибн Яхия, Мұхаммад әл-Бәкір сияқты Ахлул Байт шейхтары болып, шияның имамдары болып табылатын. Әбу Ханифа Ахлул Байт ұрпақтарында сахабалардың еш қайсысында сөгіп балағаттамайтын. Әбу Ханифа оларды жақсы көріп, олармен кездесіп, олардан білім де үйренетін. Ол фиқ ілімін толық игергеннен кейін Мекке мен Мәдина қалаларына сапарды шегеді. Ол жайлы алда айта кетемін. Сол кездері Ирактың билік басында көптеген шиеленістер болып, ол бір даудамайдың астында қалып қалады да, жер аударып Меккеге қарай бет бұрады. Ол жақта біраз уақыт қоныстап қалады. Ол жайлы кеңінен алда айта кетемін. Оның үлкен даудың астында қалуына да өзінің Ахлул Байтке деген махаббаты себеп болды. Баршамыз білетіндей, Умауилер мен Али ибн Абу Талиб арасында қайшылықтар болатын. Сондықтан да олар Али ибн Талиб пен оның жанұясынан қатты қорқатын. Себебі олар билікті тартып алады деп қауіптенетін. Тіпті Умауи кезінде мемлекет тарапынан ресми түрде Али ибн Абу Талиб пен оның ұрпақтарына лағнеттер айтылатын. Жұма күндердегі уағыздарда мінбеден тұрып оларға арналған арнайы лағнет дұғалар жасалатын. Алла сақтасын, олардың лағнет айтуға барлық адамдарды мәжбүрлейтіні соншалық, орындауды оларға міндетті сүннет амал ретінде ұсынатын. Сонда бір күні Умму Салама, Алла одан разы болсын, Умауиттерге хат жібереді. Ол хатта ол: сендер Алла тағала мен оның пайғамбарын лағнеттеп жатырсыңдар, себебі сендер Әлиді және Әлиді жақсы көретіндерді лағнеттеп жатырсыңдар. Мен пайғамбарымыз, Аллахтың оған салауаты мен сәлем болсын, Әлиді жақсы көретіндігіне мен куәлік беремін. Алла тағала да Әлиді жақсы көретін. Ал сендер болсаңдар, Әлиді жақсы көргендерді де лағнеттеп жатырсыңдар деп жазылған еді. Осыдан кейін бастап Умауиттер лағнеттеуді тоқтатады. Осылайша Әли және оның жанұясын қаралау мен лағнеттеуді тоқтатуға мұсылмандардың анасы Умму Саламанның, Алла одан разы болсын, осы хатты себепкер болды. Себебі Әли пайғамбарымызға, Аллахтың оған салауаты мен сәлем болсын, ең жақын адамдардың бірі болды. Пайғамбарымыз, Аллахтың оған салауаты мен сәлем болсын, айтқандай, Мәдина білім ордасы, ал Әли болса сол білімнің есігі. Басқа бір сөзінде мен Әлиді сендерге қазы қылдым деген. Осы сөздерден Әлидің орны ерекше екенін байқаймыз. Себебі ол пайғамбарымыздың, Аллахтың оған салауаты мен сәлем болсын, ағасының баласы, әрі туған күйеу баласы. Пайғамбарымыз, Аллахтың оған салауаты мен сәлем болсын, хижра жасап бара жатқанда оны төсегінде Әли ұйықтап қалған болатын. Сондықтан да оның орны ислам дінінде ерекше. Ол да исламның ұлы тауларының бірі. Имам Абу Ханифа жоғарыда айтқанымыздай Ахлул Байтты жақсы көретін, әрдайым жүрегі олармен бірге болатын. Ал пайғамбарымыздың, Аллахтың оған салауаты мен сәлем болсын, ұрпақтарына лағнет айтқан Умауиттер өте қатты жек көретін. Умауиттер Ахлул Байттерді жек көріп қана қойған жоқ, оларды өлтіріп, әйел бала шағаларын тұтқынға алып жатты.
Сондықтан да көптеген адамдардың жүректері Ахлул Байтқа иіліп тұратын, олардың көрген қорлығын өздеріне де қатты сезінетін. Тіпті бір күні имам Заид Зайнуль Абиддин ибн Хусейн шамамен хижра бойынша 121 жылы Умауи халифаларының бірі Хишам ибн Абдул Маликке қарсы көтеріліс те жасайды. Себебі оның әке-шешелерін, оның бабаларын, ағайын туыстарын өлтіріп, бала-шағаларын тұтқындап жатты. Сондықтан да ол Умауиттерге қатты ашулы еді. Имам Заид халифаға қарсы көтеріліс жасаған кезде Абу Ханифа өз жүрегімен әрі өз пәтуасымен имам Заидпен бірге еді. Сонда Абу Ханифа имам Заидтің халифаға қарсы шыққан күні пайғамбарымыз Аллахтың оған салауаты мен сәлем болсын бастаған Бадр соққысы күніне ұқсап кетеді деді. Сонда Абу Ханифаға біреулер, сіз неге имам Заидпен бірге қосыла соғысқа аттанбадыңыз деп сұрағанда, ол, менің халық алдындағы аманатым өте көп. Мен осы аманатты Ибн Абу Лайлаға қалдыруды ұсындым, бірақ ол қабыл алмады. Ал мен мойнымда аманатым қалған күйі өліп кетуден қорықтым деді. Ибн Абу Лайла да Куфадағы фиқх ғалымдарының бірі, әрі Куфадағы қазылардың бірі еді. Яғни Абу Ханифа өзінің халық арасында атқарып жатқан аманатын ешкімге қалдыра алмады. Аманатын мойнынан құтылмай өліп кеткісі де келмеді. Ал біз баршамыз білеміз ғой, Алла жолында шахид болған адамның қарыздан басқа барлық күнәлары кешіріледі. Қарыз деген үлкен мәселе, ал аманат үлкен қарыздардың бірі. Адам қарызы үшін Алла алдында жауап береді. Сонымен қатар ол, мен оларға қаржылай көмектесемін деп айтты. Ал басқа риуаяттарда ол, егер де мен адамдарды көмексіз қалдырудан қорықпағанымда, мен онымен бірге, яғни имам Заидпен бірге шығар едім деп жауап берген екен. Яғни ол жалпы халықтың жағдайын ойлап, олар көмексіз қалдырып кетуден қорыққан. Ал имам Заидті қолдау мақсатында оған 10.000 дирхам береді. Бұл ісі оның Ахлул Байтпен бірге екендігін, халықпен бірге екендігін, шындыққа жақындығын, әділсіз билікке де қарсы тұрғандығын көрсетіп, атақ құмарлық пен немқұрайлыққа жол бермейтіндігін, пайғамбарымызды Аллахтың оған салауаты мен сәлем болсын жақсы көретіндігін, Ахлул Байтті де жақсы көретіндігін білдіреді. Ахлул Байттың бір жанұясы Абу Ханифаны жақсы танымайтын. Менің ойымша ол Мұхаммад әл-Бәкір болса керек. Ол Абу Ханифаны алғаш рет кездестіргенде оған сен Абу Ханифасың ба деп сұрады. Сонда ол я деп жауап берді. Сонда ол сен сонда менің бабамның қалдырған сүннет амалдарын жоққа шығарып, үкімді қиясқа салып шығарып жатқан сен екенсің ғой деді. Сонда Абу Ханифа мен ондай амалда жасап жатқан жоқпын деді. Ол қоймастан жоқ сен өзгерттің деді. Бұл оқиға Мекке қаласында өтіп жатты. Осы тартыс кезінде Абу Ханифа Алла үшін отырғын, мен де отырайын деді. Екеуі де жайғасып отырғаннан кейін Абу Ханифа одан сұрай бастады. Әйел адам әлсіздеу ме, әлде ер адам әлсіздеу ме деп сұрады. Сонда ол әйел адам деп жауап берді. Содан кейін Абу Ханифа әкеден қалған мұрадан әйел қанша бөлігін алады деп сұрады. Сонда ол ер адам әйел адамға қарағанда 2 есе көп бөлігін алады деп жауап берді. Сонда ол ондай болса мен қиясқа салып әйел адамға 2 есе бөлікті беріп, ал ер адамға бір ғана бөлікті берер едім деді. Себебі әйел адам әлсіз, оған қамқорлық керек. Ал мен сүннет амалын өзгертпей, сол күйінше амал істеп жүрмін деп жауап берді. Кейіннен Абу Ханифа одан намаз артық па, әлде ораза артық па деп сұрады. Сонда ол намаз артық деп жауап берді. Сонда Абу Ханифа ораза кезінде әйел адамның етектері келсе, ол оразаның қазасын өтейді ме, әлде намаздың қазасын өтейді ме деп сұрады. Сонда ол оразаның қазасын өтейді деп жауап берді. Сонда Абу Ханифа, егер де мен қияс ілімін салатын болсам, оразаның қазасын емес, намаздың қазасын атап кетер едім деді. Өйткені одан көптеу сауап алар еді. Алайда мен пәтуа бергенде намаздың емес, оразаның қазасын өтеу керек деп пәтуа беремін ғой. Демек мен бабаң қалдырған сүннет амалдарын өзгерткен жоқпын деп жауап қайтарды. Осы кездесу соңында ол Абу Ханифаның үлкен ғалым екенін мойындады. Ал ол жайлы бұрынғы естіген сөздердің барлығы қате екендігін мойындады. Сол күйінше екеуінің арасында достық қарым-қатынасы өлілгенше кездесіп, жақсы араласып қалып жүрді. Меккеде жүрген кезінде Ахлул Байтпен жақсы араласуы осы тартыста жеңуден бастау алғандығы мәлім. Умауи дәуірінде Ирак жерінде Ибн Хубайра уәли болып отырды. Ол Абу Ханифаның умауилердің дұшпаны болып саналатын Ахлул Байтке бір табан жақын екенін білді де, сол кезде Абу Ханифаға бір емтихан құрғысы келді. Сол кезде оны не өзіне бағындырып, не болмаса оны жазалап, Ахлул Байттың бір жақтаушысынан айырғысы келді. Ибн Хубайра көптеген ғалымдарды жинай бастады. Олардың арасында Абу Ханифадан басқа Абу Лайла да, Ибн Шубруба да, өзге де ғалымдар бар еді. Ибн Хубайра солардың арасында ел ішіндегі міндеттемені бөле бастады. Біреуіне муфтилік қызметті, біреуіне мешіттерді қарау қызметін, ал біреулерге мемлекет хатшысы қызметі дегендей өзара бөле бастады.
Ал Әбу Ханифаға осы кезде хитмуд даула, яғни елдің мөрін қоюшы қызметіне тағайындады. Оның міндеттемесі мемлекеттің барлық кірісі мен шығысына жауапты болумен қатар, елдегі маңызды құжаттарға мөр басып отыру керек болды. Басқа ғалымдардың барлығы жаңа міндеттемелерін қабыл алып жатты. Тек Әбу Ханифа ғана бас тартты. Олардың түсінігі бойынша, егерде берілген міндеттемені мойнына алса, демек ол елін жақсы көретіндігі, ал егер одан бас тартса, демек елін жақсы көрмейтіндігі болып табылатын еді. Осылайша Әбу Ханифа уәлидің жүктеген міндеттемеден бас тартты. Ибн Хубайра болса, оған жоқ істейсің деп тұрып алды. Ал Әбу Ханифа